Баршаңызға сәлем достар. Мен ақырындап өзімнің шақырту жайларымда видео роликтарымды жаңартып жатырмын. Қараңыздар, бұл макапты қайдан аламын дейтін болсаңыздар, тегін біздің обзор каналдан алсаңыз болады. Комментарийға тастап кеттім ссылкасын. Енді қараңыздар, мына жерде бізде жазу жайында айтатын боламын сіздерге. Осылай әдемілеп по полочкам шығып, резко шықпайтындай плавно қалай жазуды шығарамыз, бүйтіп плавно қалай түсіреміз, соның барлығын мен сіздерге қазір айтатын боламын. Программа бесплатная, иншот деп айтылады. Сол иншоттан қалай жазуды жазамыз, шрифті қалай тегін енгіземіз, барлығын айтатын боламын. Міне иншот. Міне бұл бесплатная программа. Одан кейін видеоға басасыз, новый дегенге басасыз да, міне макапты, бұл макапты менен телеграм каналдан жүктеп алсаңыздар болады өздеріңізге. Телеграм обзор деген каналдан обзорный каналға салып қоямын. Макап деп жазып қоямын, сөйтіп іздеп өздеріңізге жүктеп, осылай жаз көрсеңіздер болады. Егер жазамайтын болсаңыздар, біз сізге дайындап жазып береміз, но ол бізде ақылы болады. Немесе осылай бесплатно өзіңізге жазып алсаңыз болады. Именно осы макапты мен сіздерге сыйлайтын боламын. YouTube каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. YouTube телеграм каналымызға. Енді қараңыз, мына жерде еле көрініп тұрған персонаждар тұрады ғой, сол жердің началасын таңдап аласыз. И бітер кезде жазу. Ол бізде жазу жазатын жеріміз болады. Мынаның ішінде обычный шрифттар, ал мен кішкене әдемірек, оюлау, сондай шрифтпен жазым келіп тұр. Сол үшін бірінші давайте шрифтті енгізіп алайық сіздермен. Қараңыз, қазір айт кетейін, ол шрифт бізде осы макаптың астында тұрады. Макаптың астында шрифті тұрады. Файлға кіреміз. Міне өзіңізге жүктеп алғаннан кейін шрифті файлға түседі. Файлдың астында стрелочка тұрады. Еще дегенге басасыз, сосын иншот дегенге басасыз. Сізде шығу керек. Міне иншотқа бастым, уже жүктелді деп тұр шрифтім. Өте оңай, егер мұқият қарап алсаңыз, сізде iPhone болса тіпті оңай, но Samsungпен де можно работать, Android версиясымен де жұмыс істей алуға болады. Енді более заметный жерінен бастаймыз жазуымызды. Тексті басамыз. Міне анық емес, более заметный, енді шығып келе жатқан персонаждар, соны үстіне қоятын боламыз жазуды. Текстқа басам, жазуымды қойдым. Мен текстім дайын, скопировать етіп, жай жазуға қоя салып жатырмын. Сол үшін сіздерде дайындап алсаңыздар болады. Міне немесе вручную осылай жазып шықсаңыздар болады, или же дайын скопировать етіп тексті қоя салсаңыздар да болады. Қараңыздар, міне былай размерін келтіріп аламыз. Мынандай белый обводканы қалай жасайды, оның барлығын қазір айтатын боламын. Обязательно қарап көріңіздер. Қай жерге дейін созамыз балабақшамен қоштасу деген, балабақшамен қоштасуға шақыруды. Қазір ол жерден екінші макапымыз аяқталғанға дейін сіз жасап шығасыздар. Міне, мынау қазір вот ол жерден бастап уже тоқтаймыз примерно. Өзіңіз таңдасаңыз болады. Өзіңіз регулировать етесіз. Қай жерде тоқтау керек екенін. Енді қараңыздар, жазуды екі рет төбесінен басқан кезде пальцпен басасыздар. Басқан кезде сізде осылай шығу керек. Мына жерде бізге шрифтіміз таңдап алу керек. Мынандай шрифтті қойсаңыз болады. Или же жаңа мен қазір жүктеген шрифтті де қоямыз. Мынандай шрифт бар екен бізде. Мына жерде міне мынандай бар, онша емес болып қалады, шақыртуға келмейді. Лобстер деген бар, міне осы мен берген шрифт, осы сол үшін жүктеп алыңыздар. Осы макаптың астында тұрады обязательно. Обзор каналға салып қойдым. Білесіздер, менде готовый шаблоны бар, ол тойға қатысты, бомбонеркалар и так далее. Ал мынау видео шақырту оған қатысы жоқ, шатастырмаймыз. Бұдан да обучение жоқ менде. Менде жай осылай YouTube каналыма түсіріп отырам. Бұрын түсіретім, сосын тоқтап кеттім, енді қазір қайттан түсіріп жүрмін. Енді астында көрдіңіз бе? Міне белый обводканы өзіңіз осы жерден любой этикетка, прозрачность, тень, өзіңіз қайсын таңдағыңыз келеді, цвет бәрін өзіңіз басып көрсеңіз болады. Басында бәрін басып білген дұрыс. Енді қазір мына жерге анимация керек бізге. Анимация дегеніміз ол қалай шығатын? Төбесінде жылжып тұрған бар ғой, сол анимация деп аталады. Мына жерде таңдаймыз. Тез шықсын десеңіз, секундын аз қойсаңыз болады. Асықпай, плавно шықсын десеңіз, секундын қазір міне үлкейтсеңіз болады. Мен 1-4 секундқа қойдым, 1-1. Жақсы, енді қараңыздар.
сонда сіздің жазуыңыз плавно пайда болады. Мынау программа InShot, ол бесплатная программа, жұмыс істеуге өте ыңғайлы. Сол үшін мына видеоны басынан аяғына дейін қарап алсаңыздар түсінесіздер. Енді екінші текстімізді. Менде текстім дайын, заметкада скопировать етіп қоя салып жатырмын осылай. Мына жерде де мына балалар бәрі де көрінбей кетеді. Сол үшін осылай үстіне қоя берсеңіздер болады. Міне. Бұның да анимациясын қазір таңдаймыз. Жазуға 2 рет бассаңыз шығу керек. Міне мына жерде тексеріп жатырмын. Плавно шығады ма, шықпайды ма? Осылай өзіңіз регулировать етсеңіз болады. Енді мынаны созамыз. Қай жаққа дейін созасыз, ол екінші неге дейін. Анимация қазір шығу керек, например, там бізде не? Мына жерде карандаш. Получается, бізде мынау качеляларға дейін уже бітіріп тастау керек біз жазуды. Сол үшін міне мұқият қараңыздар. Өзіңіз білесіз, қалай регулировать етесіз. Но по форме болса жақсы. Карандаштар бітті, жазуымыз да біту керек. Былай қарасаңыз кішкене қиындау сияқты көрінеді, но егер бір рет үйреніп алсаңыз, уже ары қарай қолыңыз үйреніп кетеді. Мен шақыртумен жаңағы айтқандай давно айналысқан жоқпын. Міне, сіздермен бірге. Және де егер мынандай макапты мен қалай жасадым, сол қызық болатын болса, маған комментарийға өзіңіздің жаңағы соны жазсаңыз болады. Мынау менде қазір анимацияны таңдап жатырмын. Егер мына макапты қалай жасадым, сол қызық болатын болса, фондарды қалай қойдым, онда маған лайк басып, комментарий жазып кеттіңіздер, плюсик қойыңыздар. Егер плюсиктер көп болатын болса, мен видеосын шығарам. Мен осындай макапты қалай құрастырдым сол жайында. Тез нақты түсіндіруге тырысамын, бірақ жазуды олай не получится, бәрін біртіндеп түсіндіру керек. Мына жерде уже скопировать етіп қоя берген кезде тексті және де текстің түсі әртүрлі болсын десеңіз, бір-бір деп жазасыздар жазуын. Анимацияны таңдадық біз жаңа. Өзіңіздің қалаған анимацияңызды таңдайсыз. Міне, все, кетті. Енді мына жаққа үшінші текстімізді жазамыз. Міне, скопировать етіп қоя салдым. Енді мына шетін барлығын басып көріңіздер. Мына жерден бәрін басып көріп үйреніп алған дұрыс. Болашақта да мысалы осындай заттар жасаған кезде керек болып қалуы мүмкін. Мына уже макап дайын, сіздерден тек қана жазу. Тексті менің ойымша текст осылай заметкеға жазып, сосын скопировать етіп біртіндеп қойып шыққан дұрыс сияқты. Чем мына жерде жазып отырғанша жазуын, сол үшін есте сақтаңыздар, тексті заметкеға жазып қойыңыздар. Өзіңізге қалай ыңғайлы, былай жазам десеңіз, былай жаза берсеңіз болады тіке астына. Мына жерде де жай скопировать етіп қоя салып жатырмын жазуларын, біртіндеп жазсаңыз да болады жаңағы айтқандай. Енді қараңыздар, бұл жерде қазір біз анимациясын таңдау керекпіз. Мына жерде до конца созып алғаннан кейін анимациясын таңдаймын. Мына жерде ақырын шықсын ба, төбесінен шықсын ба, шетінен шықсын ба, өзіңіз білесіз. Менде InShot платный версия емес, бесплатная өзінде де шрифт та енгізіліп тұр, барлығы жасалынып тұр. Міне, бізде видео шақыртуға байланысты обучение жоқ, сразу айтып кетейін. ютубтағы ол менің хоббиім үшін түсіріп жатырмын. Өзіме ұнайды осылай. Енді міне қарап шығайық. Жасаған дүниемізді осылай шығады. Және де мына жерде несін видеоны өзін қысқартсаңыз да болады. Но мен осылай 1 секунд емес, менде 42 секундтық екен. Оқуға да ыңғайлы. Барлығы жазулары да көрініп тұр. Міне, енді музыкасын енгізу керекпіз. Музыканы қалай енгіземіз, ол жайында да қарап алыңыздар. Сіздерге керек болып қалуы мүмкін. Қазір мен сіздерге үйрететін боламын, музыканы InShotқа қалай енгіземіз. Мына жерде аудио деп тұр. Аудиоға басқан кезде музыка деп тұр. Музыка мына жерде более подходящий такой мелодия. Өзіңіз қоя салсаңыз болады. Любой музыканы.
келетін. Егер жоқ мен өз музыкамды енгізем дейтін болсаңыз, онда сізге Google-ға кіру керек. Google телефондағы бар ғой, соған кіресіз, сосын балабақша әні скачать, детские песни деп өзіңіздің қалаған текстті жазып қойсаңыз болады. Менде мынандай текст өлең шықты, осыны қоя берейін. Примерно көрсетіп жатырмын, сіз өзіңіздің қалаған өлеңіңізді жүктеп аласыздар. Шетінде загрузить деп тұр, стрелка қарап тұр, соны загрузитті басамыз. Ол өлең бізде міне көріп тұрғандай загрузкаға түсті. Жаңағы шрифтті қалай енгіздік, дәл солай енгізесіздер. Еще и иншотқа басамыз. Сол кезде міне музыкаға автоматтық түрде сізде уже кіріп кетеді. Енді мынау біздің жаңағы жасап жатқан дүниеміз. Аудиоға кіреміз, музыкаға басқан кезде міне біздің өлеңдеріміз шығып тұр. Көрдіңіз бе? Использовать-қа басасыз. Енді осы өлең бізде шақыртуымызда. Біздің уже шақыртуымыз дайын. Енді қазір оны қалай сақтаймыз көрсетейін. Төбесіндегі стрелкаға басып сохранить болды. Біздің шаблонымыз қазір бұл шаблон сізде галереяға түседі. Галереядан арқылы WhatsApp-қа солай жібере берсеңіз болады. Жаңағы айтқан кезде, егер осы именно қалай құрастырдым макапты біртіндеп, сол жайында қызық болатын болса, онда видеоның астына плюсикті қойдыңыздар. Мен плюсик көп болатын болса, ол видеоны шығаратын болам. Және де осы макапты біздің обзор каналдан ала аласыз. Тағы сіздерге айтарым, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар, өйткені ол мотивирует.